А, Өкінішке орай біздің 1 сағат уақытымыз өте жылдам өтіп кетіп, сұраққа жауап беріп жатырған кезде өшіп қалды. Себебі Инстаграмда лимит 1-ақ сағат. Қазір енді Саясат мырза қайтып қосылса, уақыты болса, мүмкіндігі болса, күтуге тырысамыз. Егер болмаса, онда осымен тоқтаймыз. Мен енді эфирге бірден шықтым, сондықтан мына жақтан жалғастыратын болсақ жақсы болар еді. 1-2 сұрақтар қалып қойды. Егер Саясат мырза қазір тағы да қосылатын болса, онда тағы да сұрақтарыңызды мына жердегі карточкаға қоя берсеңіз болады, себебі комментарийді өшіріп тастаймын. Саясат мырза қосылып жатыр. Біздің 1 сағаттық уақытымыз 1 минут секілді өте шығыпты. Сіздің де сұхбаттарыңыз жаңағы DC-дің, Голливудтың кинолары секілді тез өтіп кетеді. Қайтып байланысқа шыққаныңызға рахмет. Аха. 1-2 сұрақ болды ғой деймін, соған бітіп тастайық. Қазақстан жағдайындағы білім трансформациясы деді. Менің ең үлкен қорқуым, сол ойымды аяқтайын. Мына цифрлық электрондық оқытудың ең негізгі әкелетін басылымдықтары, жақсылықтары, мықты жақтары, ол бір 3-4 негізгі нелер бар. Біріншіден, әр балаға, әр оқушыға өзінің жекешелендірілген мазмұнын, өзінің жекешелендірген жолын қамтамасыз ету. Яғни, әр адамның өзінің психологиясы, баланың өзінің персонификация, яғни жекешелендіру. Әр баланың өзінің психологиялық жылдамдығы бар, әр баланың өзінің ерекшеліктері бар, ақпаратты қабылдау жылдамдығы бар. Сондықтан қазіргі таңда мына модель, офлайн модельдің негізгі проблемасы қандай? Әр сынып 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ тез қабылдайтын, тез зерек балаларда, олар қашып кетеді, алдыға қашып кетеді. Сосын артта қалып қалған балалар болады. Олар түсінбей қалады, жылдам түсіне алмайды, тез қимылдай алмайды, жалқаулығы бар. Сосын әлеуметтік неше түрлі проблемалар бар, жағдай жоқ. Ата-анасы ондай жағдай жасай алмайды, оған компьютер сатып алмайды, интернеті жоқ үйде. Ата-аналар былай көп саяхатқа шықпайды. Ондай неше түрлі себептер, көп себептер бар. Бізде білесіздер, қоғамда өкінішке орай әлеуметтік қазір өзгерістер жаман. Көп адамдар қазір мүмкіндіктер жоқ, яғни теңсіздік бұзылып кетті қоғамымызда. Сондықтан ұстаз негізінде тез жүгіргендерге өзі қуып жүреді. Олар бар, білім инновация лицейіне түс, РФМШ-ға түс, НИШ-ға түс, кетіп қалшы, сен мына жақта керек жоқсың, мен тез неге десең, сен менің бүкіл процесімді бұзып жатсың. Мен бір тапсырма беремін, уже апай, мен істеп тастадым, керек жоқ, маған керек жоқ, қызықты емес, мен уже басқа нәрседе болып кетіңдерші. Артта қалып қойғандарда, оларда да ақырындап басқа сыныптарға өткізіп, немесе айтып түсіреді. Отыра тұрыңдаршы, мен қазір сендерге тапсырма беремін, сосын қайтып келемін, пока осыны шешіп беріңдерші деп. Сондықтан көп ұстаздар негізінде мына орта топпен жұмыс істейді, сол 50-60%, солармен 10-15% жылда зеректерде олармен жұмыс істей алмайды көп, мыналармен де жұмыс істей алмайды, сол орта класспен жұмыс істейді ғой, ортанша балалармен. Ал электрондық оқыту әр балаға өзінің жылдамдығымен, өзінің қызықты мазмұнымен, өзінің психологиялық ерекшелігі тез қалай қабылдайды, нені қабылдайды, контент көп, мазмұн көп, не былай әкеле алады. Екінші үлкен негізгі басымдылық ол үлгерімді өлшеу. Неге десеңіз, бұл қазір ең үлкен проблема негізгі сол қазіргі модельдің. Мына сочты бәрі сұрап жүр ғой, раздел, четверть, 90 бәрі жылап жүр ғой. Қараңызшы, ол қандай проблема? Міне, дәріс өтті, бір 90 бітті, емтихандарды бәрі тапсырды,
ұстаздың алдына емтихандарды қарайды, ойбой, мына пәнді 25% балалар түсінбей қалыпты, толыққанды мазмұнды түсінбепті, бірақ уақыты жоқ ұстаздың қайтып келіп, қайтып барып, 90-ның басына, неге десеңіз, болды жоспар, келесі 90, келесі жоспар, келесі мазмұн, бітті. Сондықтан 11 жылдың ішінде мына түсінбейтін тақырыптардың сомасы жиналып қалады да. Балалар, бір бөлік балалар, сосын мына қазір былтырдың өзінде ОБТ-дан 25% талапкер ана минимальный баллды ала алмай қалды. 25%. Соны қараңызшы, ОБТ-ны тапсырған 25%, бірде 4-і негізінде жоғары оқу орындарда оқуға мүмкіндіктері жоқ, яғни жиналып қалған түсінмеген материалдың көлемі соншалықты көп, ол енді келесі сатыға өте алмайды, келесі білім сатысына өте алмайды. Ал электрондық оқытуда дәрістің барысында ұстазға кім не түсінді, кім шешпей жатыр, кім шеше алмай жатыр, реал тайм дейді ғой, яғни сол уақытта, сол дәрістің барысында, сол мезетте ақпарат түсіп, шешім, педагогик шешім қабылдауға мүмкіндігі бар. Болды, балалар тоқтадық, 25%-ымыз түсінбей қапты, енді тағы да бір 5-10 минутымызда, енді мынандай жаттығуларға түсіндірім, енді мен көріп отырмын, енді ақырындап сендер келесі тақырыпқа апарамын. Сондықтан мына түсінбеген мазмұн жиналып қалмайды да, бізде түсінбеген мазмұн жиналып қалады. Және де мынандай бір ұстаздар болса, бізді тыңдап отырған, олар біледі, сапа бақылау деген пәле бар қазір, ең жаман нәрсе. Яғни енді әр ұстаздың сыныбында кемінде 50-60% 4-5-ке оқитын балалар болу керек, сапаны бақылау керек. Сонда ол амалсыз не істейді, бейшара ұстаз 3-ке оқитындарды 4-ке шығарады, 4-ке оқитындарды 5-ке шығарады, 2-ке оқитындарды 3-ке шығарады. Қазір 2 мен 3 деген баға почти мүлдем қалған жоқ. Яғни ұстаздың шоқпары жоқ та, қазір қамшысына тартып алдық біз ұстаздан, шоқпары жоқ ұстаздың. Ол енді бәрін жақсы істегісі келеді. Мына 4-ші 90-ды қарасаңыздар, біз өзіміздің сараптамамызды жасадық. 4-ші 90-да бәрі отличник болып шықты да, хорошист болып шықты. Не керек десеңіз, енді ана жақтан ата-аналар көмектесіп жатыр. Біздің үйден де 2 бала алғыс хат алды. Үздік бітірген. Үздік бітірген. Тимур Бектұров, молодец, жақсы таңда деп. 2-ші класста үздік бітірді. 4-ші 90-да үздік бітірді деген. Бірақ ол сосын жиналып қалады, 3-ші сыныпта қиналады, 3-ші сыныпта алмаған нермен 4-ші 5-ке кетеді, 11-ші сыныпқа дейін жиналып қалады. Сосын жоғары оқу орнында да жиналып қалады, колледжде жиналып қалады, еңбек нарығына шыққан бала, біз сосын өзіміз таң қаламыз да, мынау көке, мынау сауатсыз ғой. Не орысша, не қазақша, не ойын білдіре алады, не сауат. Қазір мына жоғары оқу орнын бітірген балалар қатемен жазады да, кәдімгідей соған таң қаласың да. Ол жарайды, өбей мамандық, дағдылар, бір пәле, мамандандырылған білім, ол элементарный нәрселерді қатемен жазады да, кирпич деп, бір пәле деп. Соған неге таң қаламыз, неге десеңіз? 3-ші негізгі нәрсе электрондық оқытудың әкеле алатын бізге ол мотивацияны көтеру. Яғни баланы дұрыс контент болған жағдайда интерактивті, ойынға айналдыратын ойындық элементтермен бала қызығып кетіп, өзі кіріп кетеді ананың ішіне. Қараңызшы, PlayStation'да отырған бала 4, 5, 6 сағат бейшара ананың ішінен шықпай жұтып алады да. Қазір көп балалар бейшара дәретханаға бара алмай, неге десеңіз, қысылып отырып шыдап, неге десеңіз, қазір негізгі келесі сатыға өтпей қалса, балдар жиналғанда жанып кетеді, бір пәле. Қазір кішкентай балаға, бер телефонды, мына жерде пауза жоқ, маған тиіспеңдер. Қазір Brawl Stars деген ойын бар ғой. Brawl Stars шығып кетті. Brawl Stars қазір бензинге бара жатыр. Жетті, астапыралла. Енді отырасы керек, бер телефонды. Жоқ, менде пауза жоқ, қойға келесіне дейін не істеп отырмын. Сондықтан өкінішке орай менің ең үлкен қорқуым, ойым, ол бірде-бір платформа Қазақстанда әрі сондай инструменттерге, құралдарға өткен жоқ. Яғни ақпаратты жинақтау, ақпаратты жекешелендіру мазмұнды, сосын Big Data деген пәлеміз. Big Dataның арқасында әр балаға біз түсінік, ұстазға, мектепке сұмдық үлкен аналитика, сараптама түседі. Мына сыныпта осыншама балалар мынаны түсінбей жатыр. Не проблема мазмұнда, не проблема ұстазда, не проблема балада. Оған дұрыс мазмұн бермей жатырмыз ба, уақытында бермей жатырмыз ба, немесе оған өзінің жылдамдығы басқаша ма. Яғни
әр балаға өзінің жеке даму траекториясын сызуға мүмкіндік береді ақпараттық технологиялар, ақпараттық сараптамалық жұмыстары. Бірде бір жасанды интеллект, алгоритмдар біз енді кірісіп жатырмыз да, сондықтан менің ең үлкен қорқуым бұқарада, ата-аналарда, балаларда қашықтан оқуға, онлайн оқуға бір менсінбеушілік немесе жиіркеніштік бір пайда болуына, қалыптасуына содан қорқып отырмын да. Негізгі идея дұрыс, негізгі ақырындап біз соған сол құралдарды дұрыс қолдана білуіміз керек. Бірақ мына бірінші, екінші тоқсанда көп ата-аналар қойш, мына сендердің қашықтан оқытуың мына әбден бірінші, төртінші тоқсанда көрдік қой деймін. WhatsAppта жүрген әке не пәле мынау бірінші басты қатырдыңдар, баланың басын қатырдыңдар, менің басын қатырдыңдар. Сосын әрине инфрақұрылым проблемалар шешілмеген, өте үлкен мәселе. Қанша семьялар, отбасылар Қазақстанда ойланып көрейікші, бірнеше пәтерлі үйлері бар, балаға арнайы, ал 2-3 баласы болса ше, әр балаға арнайы өзінің жұмыс орнын жабдықтау, жұмыс орнын реттеу, даярлау. Міне қазір сіз де отырсыз, өзінің кабинетіңіз бар, Тимур. Менде де әйтеуір кішігірім бір өзімнің бұрышым бар. Міне есігім жабық, маған ешкім бақырып, пышқырып не істеген жоқ. Ешкімге қумай атамын. Ал әр балаға сондай кабинетті даярлаушы. Әр ұстаздың ондай мүмкіндігі бар ма, жоқ па? Әр ұстаздың үйінде өзінің форматты, үлкен форматты бір планшеті немесе компьютер бар ма, жоқ па? Әр ұстаздың өзінің толыққанды интернет желісі бар ма, жоқ па? Сол үлкен инфрақұрылым сұрақтар әлі толыққанды шешілмеген бізде. Сосын әрине ұстаздардың цифрлық сауаттылығы, оны біздің негізгі сессиямызда айтып кетті. Қазір ұстазға деген жаңа талаптар сұмдық. Цифрлық сауаттылық айтып кеттік, мына геймификацияны, игропрактикалық, эмоциялық интеллект деген жаңа коммуникацияны құру. Яғни, былай қарасаңыздар, біз инфрақұрылым тұрғысынан да, педагогтардың, ұстаздардың цифрлық сауаттылығы жаңа талаптарға сай болу тұрғысынан да, жалпы ұйымдастыру тұрғысынан да толыққанды дайын емеспіз. Бірақ мен бұл жерде қанша былай сынға тартып отырсам да, шынымен де білім министрлігі енді осы жағдайда істегенін істеп жатыр. Енді қолынан келген теледидарды қосып жатыр. Оны меніңше қазір біз қатты қинамай, қатты сынға тартпай қолдауымыз керек. Мысалы, ұстаздарға қазір ең үлкен қолдау, мына кез келген адамдар жасай алатын, ол 10 деді ма, үлкен қазір несін алып біргелкі нөмірді ашып қойыпты. Яғни кез келген ұстаз соған звондап, колл-центр ғой, звондап, ойбай, мен мынаны қоса алмай жатырмын, мынаны ести алмай жатырмын. Біз қазір меніңше бәріміз жабылып көмектесуіміз керек министрлікке. Егер сеніз қиын, өте қиын. Біз енді дайын емеспіз толыққанды көшуге, бірақ мына індет жастырылса, екінші толқын Алла сақтаса шығып кетсе, онда ұзатамыз, ары қаратай ұзатамыз. Онда біз енді қалай соғыс секілді ғой, 41-ші жылда, 41-ші жылда. Дәл солай дұрыс айтасыз. 41-ші жыл бірінші соққы келді, армия құлап қалды, сосын енді соғысып атқан кезде ақырындап үйренуге бастады соғысуға, Совет одағы. Бір жағынан адамдар өліп жатыр, қырылып жатыр, мына жақтан танкілер жасалып жатыр, мына жақтан жаңа нәрселер жасалып жатыр. Ойланатын уақыт жоқ дейсіз ғой, 44-45 жылға уже толыққанды сұмдық әскери бүкіл байланыстар жасалған, инфрақұрылым жасалған, былай қарасаңыз, соғыстың барысында соғысуға үйренген армия болып шықты, Қызыл армия. Сондықтан біз 41-ші жыл секілді бізге қазір сол соғыстың барысында ақырындап үйренеміз. Бір ғана жақсы жағын айтып кетейін өзім үшін. Жақсы дейді, ата-аналар осы 5-3 айдың ішінде мына оқыту процесінің қаншалықты күрделі екеніне көздері ашылды, жетті көздері. Ата-аналар бір жақ жері негізінде педагогикалық процесте үш жақты процесс. Бала, ұстаз, ата-ана. Бізде қанша жылдар ата-аналар шығып кеткенге осы процесстен болды. Мектепке бәрін жүктеп тастағанда, мектепке жүктеп тастағанда, бұл мектеп
мектеп сендер жаман оқытасыңдар, сендер дұрыс істемейсіңдер, бірақ педагогикалық процестің ішінде аржымас бөлігі. негізгі үшінші тарап ажырамас, ол ата-аналар. Сондықтан ақырындап қазір ата-аналар боқтап жатыр, сынға тартып жатыр, жүйкелерін қажатып жатыр, бірақ ақырындап көздері жетіп жатыр да, мынау оңай емес екен, слушай, мына баланы дайындау, онымен жанында отыру, оған уақыт бөлісу, мұғалімдер мен көмектесу, дәрігерлердің қадірін түсініп жатырмыз ғой енді, иә. Енді көзіміз ашылып жатыр. Сондықтан бұл бір жағынан мені қуантатын нәрсе. Ақырындап ата-аналар осы толыққанды осы процестің ішіне кіру керек. Так, басқа сұрақ? Мына жерде қандай язык программирование? Если не знаешь программирование дейді. Шала қазақский болып кетті ғой, сәлеметсіз дейтелер деп. Қандай язык программирование үйрену керек, если не знаешь программирование? Қараңыз, қазір ең сондай, енді біріншіден мына бағдарлама, программалау тілдері қатты тез дамып, қатты тез өзгеріп жатыр. Бір Java секілді үлкен бір тілдер шыққан жағдайда бәрі күткен. Сонда, ой, Java қазір неге десеңіз платформаға байланып қалған емес, бүкіл түрдерді құртады, Java ғана қалады. Бірақ қарап отырмыз, соңғы 10-15 жылда бірнеше мықты тілдер шығып жатыр. Бұл сондай тоқтамайтын процесс. Неге десеңіз, талаптар өзгеріп жатыр. Сондықтан мен 1-2-3 тілді айтып кеткім келеді. Бірінші Python әрине. Неге десеңіз, Python ең соңғы шыққан тілдердің бірі. Бірақ архитектурасы оны 90-шы жылдарда негізгі бірінші ойлар басталған. Бірақ қазір ең сондай әсіресе мына ақпаратпен жұмыс істеу, машиналық оқыту, жасанды интеллект, алгоритмдарға жақсы бейімделген тіл. Python'ды жақсы меңгеріп алсаңыздар, Python R деген тіл бар. Сосын осы тілдер қазіргі талаптарға қатты бейімделген тілдер, соларды не істесеңіздер. Және де Javaның екінші тынысы ашылды, екінші сондай талап, неге десеңіз, қазір мынандай жаңа стандарттар шығып жатыр да, ақпаратқа байланысты, ақпараттық стандарттар, жеке ақпараттарға байланысты, ақпараттық қауіпсіздікке байланысты қазір жаңа стандарттар шығып жатыр. Бәрі терминдер ағылшынша. Айта беріңіз, ағылшынша айта беріңіз. Яғни сіздің ақпараттық жүйелеріңіз жасаған неше түрлі басқа провайдерлер болуы мүмкін. Олар белгілі API стандарттарға алдын ала жасану керек. Бұл legacy деген пәле бар, мұра. Яғни адам бағдарламашы отырады да, өзінің бір несімен келтіріп, өзінің бір логикасымен келтіріп, бірақ сосын ол ақпараттар қалып қалу керек, ол ақпараттарды сіз ала білуіңіз керек. Сондықтан қазір Java тілі осы API стандарттарына, жаңадан шыққан API стандарттарына жақсы келеді. И қазір көп адамдар, көп компаниялар тағы да Java-ға бет бұрысып, бұлар Java-мыз бар ғой, ұмытып кетілген дегендей. Сондықтан осы бірнеше тілді айтқым келеді мен. Және де мысалы қазір көп әсіресе мына телефондар, ұялы телефондар қосымшалар жасайтын Flutter деген қазір Google компаниясы тарапынан жасалып жатқан сондай бірнеше платформалар бар. Flutter деген гибрид, оны сіз iOS-қа бөлек, Android-қа бөлек, басқаға бөлек, қазір енді бүкіл платформаларға біркелкі қосымшалар жасалатын бір жақсы платформа шықты, Flutter деген. Қазір көп Flutter'ды білген бағдарламашылар қатты құндары кішкене өсіп кетті нарықта, сұранысқа ие. Неге десеңіз, мен iOS-қа бір арнайы топ жасап, сосын Android-қа бір топ жасап, мобайлға енді Flutter'да жұмыс істесе, ол любой платформалар жасай береді деген, осыған бір қарасаңыздар. Тамаша, иә. Бірақ айтқанымдай сұраныстар, талаптар өзгеріп отырады нарықта. Сондықтан жаңа тілдерде пайда болуы мүмкін. Қазір ең популярный осындай Python, R, Flutter, Java-ның қазір екінші тынысы ашылып жатыр. Сондықтан осылар қазіргі таңда сұранысқа ие. Бірақ келесі 2-3 жылда басқа тілдерде шығуы мүмкін. Мына жерде Аслан Жеңісов деген қолданушы нефтегазовый дело магистратурада оқитындар не істеу керек деп сұрақ қойыпты. Біз негізі бұл сұраққа мана сұхбатымыздың басында жауап беріп өттік. Тағы бір ауыз сөз алып қосарыңыз бар ма, әлде келесі сұраққа жылжимыз ба?
Жоқ, мына жерде бір жақсы комментарий жазып жатыр ғой, сөйлеуді қатырады, бірақ ештеңе істеген жоқ. Қазақша айтады ғой, сықырғаны жер жарады деген. Үлкен рахмет. Сіздің Енді хейтерлеріңіз келіп бір жатыр. жағынан, иә, келіп жатыр ақырындап. Енді өз өзімді мақтамай ақ қояйын, бірақ бір екі үш нәрсем бар. Шынымен енді өзім білдіріп нақты нәтиже болған. Ол мысалы уақытында 2008-2009 жылы, ол әлі күнге дейін ол мектеп бар. Президент жанындағы мемлекеттік басқару академияның жанында ұлттық мемлекеттік саясат мектебі деген. Соның ең бірінші директоры мен болдым. Аяққа тұрғызып, еш ресурссыз әлі күнге дейін осы жұмыс істеп жатыр. Енді болашақ бағдарламасының аясында бір екі үш өзгерістерді енгізіп, біріншіден ол халыққа аштық ол бағдарламаны. Қазір көп адамдар уақытында мен келгенде сол ең үлкен, ең көп стипендия егерлерінің саны болды. Мына қазір Астанада әлем деген мектеп ашылды. Сол қордың төрағасы менмін. Бағдарламаларды оқытатын, екі программаларды оқытатын ашық, тегін әлеуметтік мектеп 1-2 жылдың ішінде сізге толыққанды бағдарламаны оқытып береді бұл мектеп. Мысалы, ол атақты Эколь 42 деген Францияда соның негізінде істейтін. Енді қазір мына Атлас, жаңа мамандықтар Атласын жасап жатырмыз. Алла жазса 1-2 айда шығады. Соны енді біздің үмітіміз өте көп. Енді 2 жыл өміріміз кетті, соған өте үлкен жұмыс атқарылды. Соны көп адамдар қолданады деген үміттеміз. Мен келісемін бір жағынан. Мен көп уақытты мемлекеттік қызметте жоғалтып алдым. Бірақ 2 жыл бұрын бір үлкен не бар, подкаст бар, Find Your Bee деген. Сонда айтып кеттім, мен уақыт жоғалтып, қазір сондай шешім қабылдадым. Мен жеке секторға ауысып, нақты бір продуктілер, нақты бір өнімдер, платформалар жасап, адамдарға бір пайдалы бір нәрсе жасауға сондай шешім қабылдадым. Сондықтан енді бәрімізге айтуға болады, 30 жыл уақытымызды сәл жоғалтып алдық. Бір нақты жобалар, нақты жалпы сана сезімді өзгерту керек. Менде енді өкінішке орай кеш сондай сана сезімді өзгере басталды. 35-36 жасымда біз процестерден продуктілерге көшуіміз керек. Яғни сана сезімді өзгертуіміз керек. Сондай бір бізде бір жаман бизнес болсын, мемлекеттік басқару болсын, сондай бір пиғылымыз бар. Ол біз процестерге, процедураларға қатты бет бұрамыз да, ал нақты нәтижелер мен продуктлерге. Мысалы, қазір Тимур сізбен жұмыс істеп жатырмыз ғой. Продукт нақты Edu Navigator деген керемет ақырындап қазір оны пысықтап нарыққа шығарғанда адамдар қолданып, мінекей пайдасын көресіз, нәтижесін көресіз, ақша табасыз дегендей. Сондықтан келісемін бір жағынан мына кісінің пікірімен. Нәтижелер аз. Сондықтан қазір мен тырысып жатырмыз дейсіз ғой. Сол тырысып жатырмын сол нәтижелер жасауға. Болашақ демекші, жаңа сіз болашақ бағдарламасын басқардым деп айтып қалдыңыз. Осында жаңа ғана сұрақ өтті жоғарғы жақта. Ол былай дейді: мен болашаққа түскім келеді, тапсырғым келеді. Салам гуманитарий дейді. Яғни осы салада қай мамандыққа тапсырсам болады деген сұрақ келіп түсті мана жоғарғы жақта. Соған гуманитарий. Бір-екі ауыз. Жалпы гуманитарийларға қазір үлкен жаңа перспективалар ашылып жатыр. Неге десеңіздер, мына жаңа технологиялар адамның психологиясын, адамның байланысын, коммуникация, бүкіл жалпы біздің нейрофизиологиялық нәрселерімізді өзгертеді. Сондықтан мына гуманитарий саласында мен 1-2 саланы айтып кеткім келеді. Бірінші ұстаздық. Қазір айтып отырмын ғой, үлкен сұраныс басталды дүние жүзінде ұстаздарға, педагогтарға, баланың дамуымен айналысқан адамдарға педдизайн, әдістеме жұмыстары, әсіресе мысалы ең үлкен жетіспейтін мамандар білесіздер ме? Ол баланың ерте даму кезеңін зерттейтін мамандар. Бізде мына балабақша, яғни 1-2 жаста 1 мен 3, 3 мен 6 жас арасындағы ерте дамумен айналысатын мамандар өте аз, сұмдық аз.
қазір мына Гаухар Киикова деген кеше бізде үлкен сондай бір не болды, талқылау болды. Гаухар Киикова деген кісі қазір келіп бір үлкен бір жобаны бастауда, баланың ерте дамуымен байланысты. Мен де өзімнің пікірлерімді айттым кеше, бір 2 сағаттық талқылау болды осы салаларда. Екінші үлкен сала ол психологиялық сала. Бүкіл қазір психологиялық қарасаңыздар, маркетинг, мына IT бизнес, бүкіл сатылымдар психологияның негізінде жасалады. Яғни адамға не ұнайды, қалай ұнайды, қандай шешім қабылдайды, қалай шешім қабылдайды, неге ондай шешім қабылдайды. Осы салада қазір сұмдық жаңа элементтер айтып кеткенімдей жоғарыда жасанды интеллект кіріп жатыр ортаға. Қалай біз мысалы бұрын адаммен сөйлескенде енді тағы да басқа машиналар, алгоритмдар, мына қарасаңыздар, осы жағдайда адами психология, адам мен компьютер, бір топ адам мен компьютер, бір топ компьютер мен адам, мүлдем жаңа форматтар пайда болады. Сондықтан осы сала. Тағы да бір қызық сала ол нейрофизиология саласы. Нейрофизиология, генетика, қазір неге десеңіз, ең негізгі суперкомпьютер мықты ол біздің миымыз. Қазір көп зерттеулер, көп инвестициялар осы салаға құйылуда соңғы 10-15 жылда. Неге десеңіз, адамның ойлау білу қабілеті, ой шығару қабілеті, шығармашылық қабілеті әлі толыққанды зерттелмеген. Бұл өте сондай қызық сала. Мен шыны керек бір интервьюмда айтып кеттім. Мен жас кезімде қай мамандыққа барушы едіңіз? Мен сол нейрофизиология мамандығы. Неге десеңіз, адамның миы әлі құпия адамның өзіне. Бірақ қана мысалы, мына эмоциялар қайдан пайда болады? Бұл нейробиологиялық бір химикалық, биологиялық бір процесс пе? Бұл біз түсіне алмай жатқан бір процесс пе? Әлі толыққанды біз зерттеген жоқпыз. Немесе ой қайдан және қай жерде пайда болады, қалай пайда болады? Неге бір адамдарда ойлар пайда болады, басқа адамдарда ойлар пайда болмайды дегендей. Сондықтан мына нейрофизиология саласына барсаңыздар, сұмдық үлкен сұранысқа ие ең негізгі қазір зерттеулер осы салада пайда болып жатыр. Медициналық сала енді толыққанды гуманитарлық зат жатпайды, бірақ медициналық салаларда мысалы қазір мен айтып кеткенімдей үлкен сұмдық тапшылық, бүкіл үкіметтер соны түсініп жатыр қазір, әсіресе эпидемиология, вирусология, денсаулық саласын меңгеру, басқару біздің өзімізде жетіспей жатыр. Генетикалық вирусологтар мысалы қазір мына пандемия, ковид келді, дүние жүзінде әлі күнге дейін вакцина, толыққанды вакцина жоқ мысалы. Қанша сонда және эпидемиологтар жоқ. Мысалы Қазақстанның өзінде қараңызшы, мына ауру басталды, оның өзінің математикалық модельдері бар екен, Тимур. Міне осыншама 5000 адам болса, онда бір айдан кейін 500 адам, немесе былай. Оның өзінің бір ғылым, өз бетінен бір үлкен ғылым екен, эпидемиологиялық сондай модельдер жасайтын адамдар. Мына Contagion деген, заражение деген бір кино болды ғой 2011 жылы шыққан. Ана бір қалаға жібереді ғой ана жас қызды, ана эпидемиологты. Ана отырады, әкім отырады, мәслихаттың басшысы бәрі отырады, ана сосын қалады да бір сызады ғой неде. Мінекейіңіз қараңыздар, қанша сізде қазір ауырыққа, мынау жоба келді, 2 аптаның ішінде осыншама. Деп олар бәрі ауыздары ашылды. Бізде мысалы сондай сарапшылар жетіспей жатыр қазір. Және де мына ауыл шаруашылыққа қатты мән беріңіз. Бұл енді гуманитарға жатпайды. Әлеуметтану қазіргі таңда мына урбанизация процестері қатты өсіп жатыр. Urban Studies деген пәле бар, яғни қалалық ортамды зерттеу. Міне қараңызшы, Қазақстанда қазір 2 қызық процесс болып жатыр. Бірінші урбанизация, яғни амалсыз ауылдық жерлерден қалаларға адамдар тартылып жатыр. Бұны тоқтата алмаймыз. Бізде 4 үлкен агломерация қазір: Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Ақтөбе. Ақтөбенің өзі 1 миллионға тақап қалды. Қазір 3 өңірден сорып жатыр адамдарды. Ал осымен байланысты екінші процесс руризация деген бір термин бар. Руризация. Яғни қаладан келген адамдар, олар соншалықты көп, соншалықты тез келеді. Бұрын мысалы ауылдан келген адамдар, өңірден келген адамдар, қаланың өзінің мәдениеті бар да. Мысалы Алматыға сіз келсеңіздер 70-80 жылдары ауылдан келесіз, қаланың жігіті, қаланың қызы,
бір-екі үш жылдың ішінде қалалық мәдениет сізді жұтып алады да. Сізді жұтып алады. Сіз сосын былай басқаша киінесіз, басқаша сөйлейсіз, сіз алматылық болып кетесіз да. Кешіріңіздер, мен ауылдан шықсам деймін, алматылықпын дегенде. орысша Бір-екі сөйлей жылдың ішінде жұтып алады. Орысша сөйлеп, ана ойбай, фу, как это неприятно дегендей. Қазір басталып жатыр руризация, ауылдан келген құндылықтар жүйесі, ауылдан келген мәдениет қалалық мәдениетті жұтып жатыр. Неге десеңіз, көп бұл адамдар. көптеп келген. Осы процестерді қазір зерттейтін мамандар өте аз. Мысалы, урбанизация тәрізді, руризация тәрізді, жалпы этнопсихологиялық ерекшеліктер қалай өзгеріп жатыр. Қазақстанда мына қазақ мектептері көбірек болып, қазақша көбірек адамдар сөйлеп жатыр. Бұл сондықтан қайда әкеледі, не әкеледі? Осы процестерге біз мысалы өте аз. Біз әлеуметтану саласында осындай урбанизация процестерін зерттейтін адамдар өте аз. Сондықтан мына гуманитарийларға ешқашан да ойламаңыздар, ойбай біздің уақытымыз өтті, қазір бәрі IT, инженерлердің уақыты жоқ. Жұмыссыз қалмайсыздар. Қазір көп сарапшылар келісіп жатыр. Технологиялар қоғамға қатты әсер еткен жағдайда көп бұрыннан біз өзімізге аксиом болып кеткен процестер, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік, саяси процестер қазір қатты өзгереді. Сондықтан осы өзгерістерді зерттейтін, осы өзгерістерді тереңнен түсінетін адамдарға қазір тапшылық өседі. Мысалы, мына Беларусьта қазір болып жатқан жағдайларды кім күткен? Қанша сарапшылар осыдан бір жыл бұрын, жоқ, Беларусьта түкте болмайды, так өзгерді. Значит, бір процесс болып жатты, іштен болып жатты. Сол процестерді түсіне білетін, түсіндіретін адамдар бізде өте аз, мысалы. Сондықтан саясаттану, әлеуметтану, әсіресе педагогика, психология саласында мамандықтарға тапшылық болады. Ұстаздар, демек ұстаздарға да жаңағы Python мен Java'ны меңгеруді ұсынасыз ба дейді? Бірінші жоқ, қазіргі деңгейде қатты керек жоқ оларға. Қазіргі деңгейде біздің негізгі проблемамыз ол негізгі базалық цифрлық сауаттылық. Мен мына ұлттық кеңесте жақында сөйлегенде мынандай бір не айтқам, ойды айтқам, осыдан 100 жыл бұрын қызық тарих деген сондай бір қызық айланып келеді. 1919 жылы КСРО кезінде наркомат өзінің арнайы жарлығымен, декретпен сауаттылықты жаппай құрту деген бір бағдарламаны қабылдаған. Ликвидация, безграмотность. Ана естеріңізде енді қазір көп адамдардың жоқ, бірақ сонда үлкен нелер басталған, комсомолды ауылдарға жіберіп, мектептерді ашып, изба читальный деген пәле болған, бір үйді қойып қояды, избаны кигіз үй тығып қояды, соның ішіне кітаптарды алып қояды өзінше. Ана бірінші ұстаз деген қазір бірінші ұстаз деген ана фильмдер шығуға бастады, сондай. Сонда қазір қараңызшы, 100 жыл өтті, ол кезде негізгі мақсат мына қарақалыққа, шаруаларға, кішкентай ауылдарға жүрген Сібірдегі шаруаларға оқыту мен жазуды үйрету. Негізгі ол кездегі сауаттылық. Қазір 100 жылдан кейін, қазір меніңше, бұл жаппай цифрлық сауаттылықты жою бағдарламасы қабылдану керек. Неге десеңіз, көп адамдар бізде өкінішке орай, біз ойлаймыз ғой, айтамыз ғой, ой, бізде сауаттылық бар, цифрлық жоқ, сауаттылық бізде төмен деңгейде, цифрлық сауаттылық. Өкінішке орай. Мына ISILS деген 2018 жылы өткен халықаралық компьютерлік және ақпараттық сауаттылық зерттеу бойынша біз ең соңғы мемлекет болып қалдық. Сол зерттеуге қатыстық біз. Яғни 14-15 жастағы біздің жасөспірімдеріміз, балаларымыз, оқушыларымыз компьютерлік және ақпараттық сауаттылығы төмен деңгейде негізі. Біз айтып отырмыз ғой, ой, қазір цифрлық аборигендер бәрі біледі, жоқ. Өкінішке орай нақты фактілер теріс нелерді көрсетеді. Әрине, енді қалаларда, мектептерде сұмдық керемет, бірақ критикалық масса, яғни жалпы бұқарада цифрлық сауаттылық әлі төмен. Сондықтан қазір цифрлық сауаттылықтан бастауымыз керек бізде. Яғни питонды, зумның толыққанды зумды немесе толыққанды бір платформаны қолданылмайтын ұстазға питонның ешқандай несі жоқ. Сосын әзірге тым advanced деңгей дейсіз ғой. Ол басқа деңгей. Өкінішке орай тағы да бір екі жаман пиғыл бізде. Орта жас өте жоғары бізде. Ұстаздардың, яғни жастар келмейді. Соңғы бір 10-15 жылы жастар келмей қалғанда, қазір буындар үйлеспеушілігі қалыптасты бізде педагогтардың ішінде. Және де феминизация өте жоғары. Осы қауіпті жағдай, мен қазір айтып кетсем,
теріс түсінуі мүмкін. Адамдар мынау гомофоб па не ма, бірақ бізде 80%-дан астам педагогтар, ұстаздар әйелдер. Ал мысалы дамыған елдерде ол 60-50%-дан аспайды. Жалпы бұл өте маңызды екен, еркектердің педагог ұстаздыққа келуі бұл маңызды екен. Неге десеңіз, олар тәрбие жағынан да, құндылықтар қалыптасу жағынан да кішкене басқа өздерінің әсері береді да. Мысалы қазақ түрік лицейде қарасаңыздар, ұстаздар да, тәрбиешілер де көбінесе еркектер басқаша, тәрбие моделі басқаша қалыптасады да. Бізде мына феминизация өте жоғары, орта жас өте жоғары, 15% ұстаздарымыз зейнеткерлік несіне келіп қалған, зейнетке шығып кеткен, бірақ оларда амалсыз жастар жоқ, кадрлар жоқ, оларды қалдыра береді да, жылдан жылға қалдыра береді. Мен кешірім сұрайын, Тимур, менің ақырындап бара берейін. Сізге көп рахмет. Мұнда біршама сұрақ қалды. Ол сұрақтарды бәлкім комментарийге қояр, немесе тағы бір араға біраз уақыт салып тағы бір сұхбат жасармыз. Алтын уақытыңызды қиғаныңыз үшін рахмет. Аман сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар.